Так, ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бір мәселені бөліскім келіп тұр. Camry 2.2 американец, газбен 5 SV мотор, көбісі білетін шығар. Енді бұған біраз расходым кетіп қалды. Причина қай жерде екенін таппадым. Сонымен бір мамандарға хабарластым. Видеоның соңында белгілеп кететін боламын. Рахмет ол кісілерге. Өздері басқа қаладан болса да звондап айтып түсіндіріп берді. Так, менде не болды? Менде таңертең оталмайды. 7-8 рет қолағаннан кейін барып оталады. Газбен көріп тұрсыздар. Сонымен причинаның бәрін түсіндірдім. Оған дейін жалпы әр жерге апарасың СТО-ға. Біреуі бензин насос ауыстыр дейді, біреуі свеча дейді, біреуі свеча провод деді. Біреуі холодный запуск датчик ауыстыр деді. Обратный клапан істемейді деді. Сонымен біраз нәрсе ауыстырып тастадым бұда. И соңында тағы да бір СТО апарғанда клапан сжатый деп, клапанда древлік жасаймыз деп, соны жасап берді. Бірақ бәрі өзгеріс жоқ. Себебі менде тартысында, жүрісінде ешқандай өзгеріс жоқ. Дірілді бәрін четко істейді. Тек қана таңертең оталу қиын. Проблема неде? Проблема маған айтты, газ бар ма деді. Я газ бар дедім. Газың онда сенің анау давление өлшейтін датчик бар ғой. Содан трубканы редукторға барып трубканы алып көр. И көбігі жақ деді. Сол жерде. Газ жіберіп тұрса, значит причина содан деді. Міне тұр, қазір көрсететін боламын. Қазір алдым. Не, причина іші газге толып қалады. Менде сразу оталады. Где-то 10-15 минут тұрып қалса, оталмай қалады машина. Іші газге толып қалады екен. Сонымен газ толтырып тастайды дегенде газбен бензин араласып машина оталу қиын болады екен. Енді сол жағдайды шешу үшін қазір мен қысқаша айта кетейін, редуктор алдым Пиндодадан. Где-то 8-7 мың теңгеге келді осы. Вообще оригиналмен бірде-бір сөйлестім, бәрі келеді дейді, қытайский оған оригинал деді. Енді осыны қазір ауыстырып салатын боламын. Ол үшін антифриз төгіп алуға үй жағдайында ғой, енді осындай крышканы алып, бақылашканы алып, крышканы жауып, бетін кесетін болам. Инструменттер, отверткілер керек. Қазір бәрін ағытып, бірге ауыстыратын болам. Сонымен результатын сіздерге айтатын болам. Пиндодан алдым, ішіне запас осындай фильтрін салып жүрген. Мен өзім әбден мынаны сатып алдым, қосып салып жүрді тоже. Где-то 300 теңгеге келді. Клапан ашпай қала береді ғой кейде. Жүріп баратыр, бір оталып өшкеннен кейін осыны запас алдырып қояйын дедім. Осындай кетіп қалады көбіне. Ішінде бәрі. Сонымен алған редукторымыз. Осыны қазір саламыз. Бірге болыңыздар. Түсіндіретін жерлер болса түсіндіріп кетемін енді. Мен өзімде профессионал емеспін, бірақ көп шығын шығып кетті енді. Бұнда салдардың болсам біраз ақша сұрайтын сияқты. Так, бірінші мәселе не істейміз? Бірінші мәселе бізге газды жабу керек. Бізде газды жабу үшін редуктордан қазір антифриз шешеміз. Астында қазір бақылашканы кесем. Бақылашканы кесіп болып, астына қойып, антифризді ағытам. Пока біздер барып газ жабамыз. Бізде газ. Burada gaz var. Gaz жабамыз. Полный. Енді жұмыс бастай берсек болады. В всяком случае, аккумуляторды аққандарын дұрыс. Аккумулятордың плюс-плюсін алып тісе салыңыздар. Ключ тиіп кетуі мүмкін бір жерге, кузовқа, тоқтар жерге. Искра беруі мүмкін, бұл кішкене өте қауіпті.
тұрмыз. Бірдей. Енді мына датчикті аламыз да қазір. Мына салатын боламыз. Датчикті қатырып болдық. Давайте енді сонда да заводская келеді. Ашып ішінде фильтрін тексере салайық. Фильтр бар. Томосеттан өзінікі екен міне. Жазылып тұр Томосетто деп. Ішінде рахаттылар бар, зинклер бар. Саламыз, қайтып обратно. Так, болды. Енді антифризді құю керек. Так, мен газды ашамыз барып. Көреміз. Газ жоқ міне. Осылай болу керек. Газ оталуында көреміз бірге. Енді сразу оталу керек. Яғни осының проблема шешілді. Ақпарат пайдалы болған болса, сіздерге де осындай жағдайлар болып жатса, лайк басып, комментарий басып кетіңіздер. Қуанып қаламыз. Машина сразу оталады. Табылу керек. Әдемі. Қазір газдың қосылғанын бірақ көреміз. Газдың қалай жұмыс істеп тұрғанын көрейік қазір. Так, міне температура көтерді. Газ қосылды. Жасыл жанды. Газ әдемі жұмыс істеп тұр. Все, болды осым, проблема шешілді. Ақпарат пайдалы болған болса лайк басып кетеміз. Жігіттер, асаба қарайтын жігіттер ғой. Камри 2D2 5 SV.